Баршаңызға сәлем. Өте оңай картошка пирожныйсын дайындаймыз. Ол үшін осындай салфанға печеньелерімізді салып үгітіп аламыз. Қатты үгітудің қажеті жоқ. Түйіршік болса болғаны. Оны ыдысымызға салып аламыз. Ал бөлек ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне қант саламыз. Сары май, какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де орташа отта қайнағанша ұстаймыз. Қайнап болғасын жаңағы печеньелі массамызға құйып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне осылай болып шығу керек. Енді оны пищевой пленкаға салып, осылай видеодағыдай ораймыз. Және де орап болған соң тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің картошка пирожныйларымыз дайын. Ас болсын, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.